Сәлеметсіздер ме? Менің тұрақты оқырмандарым, көрермендерім. Бүгінгі біздің видеода палау басудың сырын көрсететін боламын. Ең бірінші палау басу үшін дайындық жүргіземін. Алдыменен сәбізімізді, пиязымызды жақсылап ашып аламыз. Мінекей осылай ашып аламыз тез-тез. Көбінесе әрине мен сары сәбізді қолданамын. Күрішке өте жақсы дәм береді. Енді әркім әрқалай, кейбір қыз келіншектер кәдімгі сәбізді қолданады. Енді мен міндетті түрде осы сары сәбізді қолданам. Бұны майдарақ қылып турасаңыздар, бұл езіліп кетуі мүмкін. Сол себепті ірірек етіп тураймын. Осылай турап аламын. Енді күріш басқан кезде де бір өзіндік қиыншылықтары да бар. Осылай дайындап, турап, жуып тазалап, пиязымызды турап. Пиязымызды осылай ірірек етіп тураймыз, себебі майда жақсылап қуырылып кетеді. Осылай пиязымызды турап аламыз. Одан соң қазанымызды жақсылап сүртіп, дайындап, оған сұйық май құямыз. Мінекей майымызды жақсылап айналдыра, жан-жағына тигіздіріп, осылай құямыз. Мінекей осылай құйып алдым, кішкене молырақ қылып күріштің дәмі кірсін деп. Осылайша қызып тұрған майыма алдымен пиязымды салып аламын. Қыздар естеріңізде болсын, қыз келіншектер любой тамақты істейтін кезде сұйық майды иісі кәдімгі бауырсаққа қыздырғанда иісі шығып тұру керек. Сол кезде тамағыңыз өте дәмді болады. Майыңыз кішкене қызу керек. Осылай пиязымызды қуырып аламыз. Одан соң үстіне осылай жуып тазаланып туралған сәбізімізді саламыз. Осылай сәбізімізді салып, араластырамыз. Астын сәл басыңқыраймыз, себебі күйіп езіліп кетпес үшін. Одан соң міндетті түрде үшіншісінде етімізді жуып тазалап турап. Енді кейбір қыз келіншектер 3-4-ке бөліп кәдімгі іріде қылып сала салады. Піскеннен кейін турап беттеріне бетіне турап жейді. Енді мен міндетті түрде тураймын кәдімгі. Енді бұл жолы қабырғадан жасап жатырмын. Кәдімгі жылқының қабырғасы. Осылай тураймын. Етімді жақсылап турап.
Негізі палауда жылқының қазысы, жылқының қабырғасынан істесең өте дәмді болады. Осылай табаққа салып, таза суға. Міндетті түрде жуып саламын. Енді бұл жерде шабылған, бөлінген қабырғалар, сол себепті кесіп осылай бір-бірінен ажыратып, одан соң барып осылай қазанға саламын. Енді бұл жерде етін молырақ қылып жатырмын, дәмді болсын деп. Көз мөлшермен мұндай етке енді жарты килограмм немесе 400 граммдай күріш кетеді. 400-500 грамм күріш. Енді кейбір қыз келіншектер күрішті негізі суға салып қояды. Негізі ол дұрыс емес. Күріш өте жұмсақ және езіліп кетеді. Сол себепті күрішті еттің үстіне енді мінеге кішкене тұз салдым. Дәмі кірсін деп мен міндетті түрде тұзды, любой приправаны су құймай тұрып бетіне салып жіберемін. Күрішті бағана айтқанымдай суға салып қоймау керек. Оны ет пісіңкіреген кезде, салатын кезде ғана жуып тазалап, судан жаңағы суға жуып тазалап барып бірақ салу керек. Мінеке осындай приправа қосам, үнемі күрішіме сары өң береді. Мінеке. Ішінде барлық қоспа бар. Өте жақсы қоспа. Мінеке осылай. Осылай мінеке су. Енді мен бұл жерде 6 кружка су құйдым. Негізі пиаламен, үлкен кесемен өлшеп құятынмын. Енді бұл жолы кружкамен құйдым. Мінеке. Суын өте көп те қылмау керек. Осылай жартыға жетпейтіндей қылып құйып, айналдырып. Енді бұл әбден еті піскенше де суы біраз тартылады. Жаңағы қосқан приправа міне сары түс береді. Күрішке өте әдемі, татымды түс береді. Осылай міне қайнаған, қайнап болғаннан кейін мінеке етім пісті. Енді үстіне міндетті түрде күрішімді өлшеп, осылай 6 кружка күрішке 3 кружка күріш саламыз. Осылай өлшеп мінеке салып жатырмын. Мінеке күрішімді айналдырап осылай салып жатырмын. Бұл жерде күріш суды сіңіріп алады бойына. Одан кейін барып піседі. Осылай салып болдым. Енді міндетті түрде астына су жіберу үшін араластырамын. Бұл жерде мінеке етім әдемі болып пісті, жұмсақ болып. Кемінде 1 сағат 20 минуттай қайнау керек. Осылай күрішім әдемі болады.